Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, ата-аналар, әріптестер, бүгінгі кештің қонақтары. Осындай көктемнің әдемі алғашқы күнінде бүгінгі қордың шығармашылық кешіне алтындай уақыттарыңызды ардақтап келгендеріңізге бүгінгі алғыс айту күнінде алғысымыз шексіз. Бүгінгі күн талай күнгі арман, талай күнгі еңбек, талай күнгі тілек. Осы күннің арайын көріп, ауасын жетіп тұрғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Енді осы кеште талай концерттерде оқушыларым бір қолқа тастап еді. Әр концертте бір-екі өлең айтамыз, одан артық айта алмаймыз. Барлық шығарған өлеңіміз қалып қойып жатыр ағай. Бір осындай әдемі шығармашылық кеш өткізсек қалай болады деп қолқа тастаған. Енді Құдайға шүкір, осы концертке оқушыларымыздың арқасында келіп тұрмыз. Енді алғашқы құттықтау сөз кезегін мектебіміздің басшысы Бейжанов Ерәлі Қыдырбайұлына береміз. Райымбек, рахмет концертің үшін. Қайырлы күн, қымбатты ата-аналар, құрметті әріптестер, қымбатты балалар. Шынымен 1 наурыз, бүгін енді көктемнің алғашқы күні. Наурыз мерекесі, наурыз айында жалпы мереке көп. Мысалы 1 наурызымыз бар, 8 наурыз мерекелері. Сонымен бірге бүгін алғыс айту күні. Жалпы біздің мақсатымыз ортақ. Бұл жерде бала тәрбиесі жолында ұстаздар, ата-аналар барлық өзінің мейірімін, барлық махаббатын, барлық білімін балаларға береді. Яғни балаларды тәрбиелеу біздің ортақ мақсат. Міне осы ортақ мақсат игі істеріңізде әрбіріңізге шексіз алғыс айтқым келеді. Мерекеміз мерекеге ұласа берсін. Онда қазір Райымбектің дайындаған айтылмай қалған өлеңдерін бүгін тыңдаймыз деп ойлаймын. Енді қазіргі ең бірінші алғашқы орындайын деп тұрған әніміз. Негізі бүгінгі шарамыз 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім туған жер бөлімі, екінші бөлім заманауи әндер, үшінші бөлім ретро бөлім, және алда аналардың мерекесі келатыр деп, аналардың құрметіне 4-ші бөлімді ана мен бала деп алдық. Енді қазіргі ең алғашқы орындалатын ән ол Өмірбек Байділдаев ағамыздың туған жер деген әні. Бұл негізі үлкен жоғары хорға жазылған ән, 5 дауыста, бірақ біз осы кіші топ хор болғаннан кейін 3 дауысқа жазып, өзімізше айтып көрдік. Олай болса, қабыл алыңыздар. Жүрсем тағы
Енді бізде хордан бөлек осы хордың ішіндегі оқушыларымызда жеке өлең айтатын оқушыларымыз бар, ансамбльмен өлең айтатын оқушыларымыз бар, және топпен өлең айтатын оқушыларымыз бар. Осы оқушылардың бүгінде өнерлерін тамашалайтын боламыз. Енді қазір ортаға шақырайын деп тұрған оқушым осы біздің мектебіміздің әрбір мерекелік шарасы, әрбір концерті оның қоңыр үнінсіз өтпейді деп айтуға болады. Кім екен білесіздер ме? Бекет. Бүгін Бекеттің атасы мен әжесі қатысып отыр. Қош келдіңіздер. Бекет, қазір енді атам мен әжемнің баласымын деп айтатын балдар негізі аз ғой. Баяғыда ата мен әженің баласымын деп айтатын дедік, қазір аз сондай балдар. Бірақ Бекет всегда айтып жүретін әрқашан, мен ата мен әжемнің баласымын деп. Сондай керемет тәрбие көрген, тәрбиелегеніңіздер үшін алғысым шексіз. Баяғыда адам айтатын қасымдағы желбіреген жалауым деп. Сол сөзді менің Бекетке айтуыма бар. Менің қасымдағы желбіреген жалауым Бекет. Осы еңбектің бәрі Бекеттің еңбегі бар жүрген. Олай болса, қазір Бекетті мен ортаға шақырғым келіп тұр. Ауыр өлеңдердің бірі Александр Градскийдің «Как молоды мы были». Незнакомый проход.
ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Что бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Небеса отгорели зерницы, и в сердцах затихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Өмір жалпы көп нәрседен тұрады ғой. Кейде қуанамыз, кейде мұңаямыз. Негізі жалпы адамда 3 күн бар дейді. Кешегі күн, ертеңгі күн және бүгінгі күн. Кешегі күн енді өтіп кетті, ол тарихтың қойнауында кетті, ол қайтарылмайтын бәрі сөзсіз. Ертеңгі күнге енді өзімізше жоспар құрамыз, жұмысымызды соған қарай ықтаймыз. Бірақ шынымен де ертең не болатынын білмейміз. Енді барлық салмақтың бәрі, барлық жылудың бәрі осы бүгінгі күнге түседі. Сондықтан айтатын жылы сөздерімізді, көретін нәрсемізді, барлық күшті бүгінгі күнге салу керек. Еріншектің ертең өтіп кетпейді, білетін шаруаны бүгін бітіру керек. Енді бүгін осындай концерт қарап, рахаттанып, күліп отырыңыздар, бүгінгі кеште керемет өткізіңіздер. Енді қазіргі айтатын әніміз де осыған байланысты. Келесі әніміз сіздерге арнап мұғайма әнін қабыл алыңыздар.
Жас күнің бейнасың қайда, неге жаным оңайды? Мен сүйетін әнің қайда, жадырашы шырайлым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым. Күніге айлықсың ұлғадың айбадым, сенен атып қайда кеткен қағаздан айналдым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды көңіл сарайымыздың сандығын қазақтың көңілді әндері толықтырсын. Қазақша көңілді әндерден құралған попурри қабыл алыңыздар. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан, құпиясын сыр сандығын кімге ашқан. Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлаудан басқа сауық ей тұрмастан. Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлаудан басқа сауық ей тұрмастан. Қалшығы сәт сезім, сағынғаның сезім, әуеніне салғып алған кетейінші ей езіліп. Қалшығы сәт езіліп, сағынғаның сезіліп, әуеніне салшық алған кетейінші ей езіліп. Достар, достар, жүрсің қайда, білмеді ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кешір қайып бәріміз. Еске алысып осындайда, кешір қайып бәріміз. Жалын кешкен, жалын кешкен, күндер қайда қарағым. Білексізден шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым. Білексізден шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Алтынай, арман-ай, бәрі де артта қалған.
жалпы осы мектебімізге 10 жыл толды, бәріміз білетіндей. Қыркүйек айында осы мектебіміздің 10 жылдығын тойладық. Енді жалпы келесі орындалатын әнді осы мектебіміздің басшысы Ерали Қадырбаевич жалпы айтып еді осы 10 жылдықтың алдында дайындықта. Бір ағылшынша өлең болса арайын деп. Біз неге десең 3 тілдегі мектеппіз ғой деп. Ішіне бір ағылшынша өлең керек сияқты деп. Сол үшін осы әнді 10 жылдығымызға арнап шығарған болатынбыз. Енді келесі орындалатын ағылшынша өлең бар, орысша өлең бар еді ішінде. Келесі орындалатын ән Happy деп аталады. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, gotta go to space. We sing it like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy I'm alone, if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone, if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone, if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone, if you feel like that's what you want to do. Because let's do something this and that. Yeah, bring it on the crowd, don't hold back. Yeah, hush your coffee warm, you'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Be fine, because I'm happy I'm alone, if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone, if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone, if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone, if you feel like that's what you want to do. Happy, bring me down, there's nothing happy, bring me down. My level's too high, bring me down. There's nothing happy, bring me down. Said, happy, bring me down. There's nothing happy, bring me down. My level's too high, bring me down. There's nothing happy, bring me down. Because I'm happy I'm alone, if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone, if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone, if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone, if you feel like that's what you want to do. Осындай ағылшынша өлеңіміз енді. Рахмет қошеметтеріңізге. Рахмет. Енді қазір біздің хор ұжымының шашбауын көтеріп ортаға тағы да бір мектебіміздің биылғы 7-ші сынып оқушылары келіп тұр. Біздің Арман ағайымыздың КВН-шіктерін көңілді тапқыралар. Қарсы болыңыздар 7-ші сынып. Біз 7-ші сынып оқушылары сахнаға алғаш рет шығып тұрмыз. Сондықтан сіздердің ыстық шапалақтарыңыз бізге ауадай қажет. Ешкімге баспаймыз. Армысыздар, құрметті ұстаздар мен ата-аналар. Бүгін қандай күн? Бүгін көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күні. Көктемді сіздерге жеткізу маған қиын болып тұр. Көктем деген жүректен шыққан ыстық сезімдей, қардың астынан бүршік гүлдер атып, бізді қажық қой. Балшықтың астынан бүршік гүлдер атып, адалдықтың аузында боз балалар боз күресіп, жайықтың сыңғырындай сылдыр
мәңгілік сыбанамыздан алдарақан жаққа тартылып. Айналаның бәрі гүлденетін мезгіл. Не деген әдеби сөздер, Арман? Әдеби сөздер дейсің бе? Құдайға шүкір, кітапханамызға 26 мыңға жоқ кітап бар. Солардың бірін оқып, осындай әдеби сөздер үйреніп алдым. Нұрғиса, мен саған бір кеңес етейін бе? Қандай кеңес? Сен көктем мезгілінде далада ұйықтап қалып жүрме. Неге? Көктем мезгілінде бозторғайлар ұяларда жұмыртқалайтын мезгіл ғой. Ойлашы, сен далада ұйықтап қалып, олар сенің шашыңды ұялармен шатастырып алып, сенің шашыңа жұмыртқа алып кетсе. Кеңесіңе рахмет, бірақ ешқа түскілі. Экзамен, ұйықтан да қалдық қой. Жігіттер, мен бүгін түс көрдім ғой. Қандай түс? Жақсы болса айт, жаман болса айтпа. Түсімде келе жатсам, директорымыздан шашы иығына жетіп, шашын тарап тұр екен. Демек, директор мырзамыздың шашының өскені, төбесінің көкке жеткені қуанғаны. Демек, директор мырзамыздың қуанғаны биылғы 12-ші сынып оқушыларының арасында үздік оқушылар саны көбейеді деген сөз. Сенің атыңды Ермұхамед деп тектен тек қоймаған. Сен бұл түсті аптаның қасиетті күні, жұма күні бекерден бекер көрмегенсің. Мен сенің түсіңді сезгендей, бүгін директор мырзамызға бір сыйлығымды алып келдім. Соны табыстасам. Ал енді директор мырза Ерәлі Қыдырбаевич, Ермұхамедтің түсін естіріңіз. Сол түсті жорта келе, біз бір шешімге келдік. Сіз қатты қуанады екенсіз. Бірақ Ермұхамедтің түсін турама түсініп қалып жүрмеңіз. Сіз шашыңызды қуанбайсыз. Сіз оқушыларыңыз үздік атанғандықтан қуанады екенсіз. Оқушылардың үздік атанғаны ұстаздың бақыты, қуаныш деп білеміз. Сондықтан мне сізге удачный тарап, удача будет с вами, а не по вами дегендей, осы тараппен шашыңызды бір рет тарап, өзіңізді қуантыңыз. Сосын жылдың соңында сізді оқушыларыңыз тағы да бір рет қуантады деген үмітпен сізге осы тараптан сыйға тартамыз. Директор мырза, бұның бәрі әзіл ғой, білесіз ғой өзіңіз. Ал енді құрметті қонақтар. Арман, мен саған бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Не айтуға ұмытып кеттің? Ал айтшы. Ұмытып келіптім осы, не айтатынды. Сен сонда өзіңді айтуға ұмытып кеткеніңді маған айту үшін мен сөзім бөліп тұрсың ба? Иә. Ол неге? Мен ұмытып қалған затты сен ұмытып қалмау үшін ұмытпай тұрған кезде тұрғаным ғой. Сен неге күттің өзі? Сен бір ғой. Жігіттер, мен бір ойлап қарасам, осы Наурыз айы біздің қазақ халқына арналған ай екен ғой. Наурыз айы дүркіретіп той тойлайтын мерекелерге толы ай екен ғой. Солардың бірі мына бүгінгі алғыс айту күні. Арада бір апта салып 8 наурыз ардақты аналарымыздың мейрамын тойлаймыз. Сол ардақты аналарымыздың құрметіне неге қол шапалақтамасқа? Содан кейін 22 наурыз ұлыстың ұлы күні, жаңа жылымызды тойлаймыз. Ұлыстың ұлы күні демекші, Ермұхамед, сенің сүйікті ұлттық ойының қандай? Менің сүйікті ұлттық ойыным қызғу. Ойде. Қызғу дейсің бе? Қызды қуғанша, бүгін солай не болмайсың? Ал Нұрғиса, кезек сенде, сен не ұнатасың? Ал мен қызды қуып жетіп, бетінен сүйгенін ұнатамын. Қуақ шіркін. Қыздың бетінен сүйген дейсің бе? Қыздың бетінен сүйгенше
болмайды ғой. Саған қуан ұнаса, онда біз сені актив деп атаймыз. Не үшін актив деп атайсың? Білмейсің бе? Активтің сенде бір сер ұстайды, бір сер ұстамайды, солай қуып тұрады ғой. Ал енді құрметті қонақтар, Арман, тоқтай тұр. Маған соғып жатыр. Алло, иә. Жасал. Иә. Иә, сөз. не айттың біраз болды? Жазалды айттым ба не? Жүрдісің ба? Мен жаңа деме сен күтіп тұрмын ғой. Саған айтқым келгені 8-776 075 53-99. Қазір. Айтшы. 8-776 075 53-99. Арман, сен памятың жаман ұнатты рахмет саған. Болар елдің баласы бір-бірін батырды, болмас елдің баласы бір-бірін қатын дерсен, болар елдің баласы кетсің. Рахмет. Оғашы. Арман, қалай ойлайсың? Залда әйел адамдар көп пе, немесе ер адамдар көп пе? Білмеймін. Ендеше оны ән арқылы тексеріп көрейік. Сіздер барлығыңыз Дос Мұқасан тобының сұлу қыз ән білесіздер ғой, естілмей тұр? Ендеше қазір Дос Мұқасан тобының сұлу қыз әні жүреді. Сол кезде жер тек қана әйел адамдар айтсын. Ендеше маэстро музыка. Таңертеңмен бір сұлу қыз суға келеді. Бақ шіркін, қандай әдемі дауыстар шығып жатыр. Біздің көңілді жігіттер тобының атынан дауысы әдемі, жарқын, көзге түсіп тұрған апайымызға кітапты табыстайық. Эйнштейн атамыз айтқандай, болашақта технологияны меңгерген адам емес, кітапты көп оқыған адам озады деп айтқандай, сол кітабымызды ендеше табыстайық. Апай, сіздің дауысыңыз әдемі, жарқын естіліп тұр екен. Тағы да «О-о» деп айтып жібересіз. Шіркін, апай, дауысыңыз мощный екен. Сондықтан сізге көңілді жігіттер тобының атынан сізге кітап. Ал енді келесі кезек жігіттерден, ер адамдардан. Енді Дос Мұқасан тобының сұлу қыз әнінде «О-о» жер тек қана ер адамдар айтсын. Әйел адамдар қосылып кетіп жүрмеңіздер. Ал енді дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Маэстро музыка. Ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді. Байқа отырып, алдыңғы қатарда директор мырзамыз отырып, директор мырзамыз мен көзіме түсіп отыр. Дауысы жарқын естіліп отыр екен. Ал директор мырза, даусыңыз әдемі, жарқын естіліп тұр екен. Көзге, алдыңғы қатарда отырып, көзге түсіп отырсыз. Енді көңілді жігіттер тобының атынан сізге не береді деп ойлайсыз? Ендеше қателесесіз. Сізге тағы да тара! Демек, биылғы 12-ші сынып оқушылардың арасында үздік оқушылар саны 2 есе көбейді деген сөз. Ал енді құрметті көрермендер, көпе атамыз айтқандай, күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күліп өмір сүре беріңіздер.
ойнайтын халықаралық және республикалық конкурстардың жеңімпазы, мектебіміздің талантты жарық жұлдызы Амина Құрбанова. Should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Ал енді құрметті көрермендер, тағы да назарларыңызды алайын. Директор мырза, жаңа сізге бір сыйлығымызды табыстауға ұмытып кеттік. Сол енді сыйлығымызды табыстасақ, білесіз ғой, жаңа тарақтың бәрі ол әзіл.
Сізге енді Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» кітабын табыстайын деп тұрық. Сіз білесіз, өзіңіз айтатын едіңіз ғой бізге ылғи да кітап оқыңдар. Енді мына кітапты сізге табыстап жатыр. Осы кітапты енді өзіңіз оқыңыз енді. Рахмет.
Кешірмейді бұрсама деп сәйі жол, кейде болса келіп кетші оңа. Енді бұрын әкеміз магнитофон болатын, сол магнитофонға кассетті қояды да баяғы Юрий Шатуновтың өлеңдерін тыңдай береді. Сол кассеттің ішіне бір ай қарап тұрсаң, айналдырған 5 ағаны ғой негізі. Сол 5 ағанды таңнан кешке дейін айналдырып тыңдай береді. Енді оны қазір енді түсініп жатырмыз ғой. Бұрын жастық шақтарын еске алып, дискотекада билегендерін еске алып, сөйтіп тыңдайды екен. Енді сіздер тағы да жастық шақтарыңызды еске алып отырыңыздар. Тағы да біздер бүгінгі ансамбльмен ретро әндер орындап берейік. Бүгін енді барлық ретро әндерді біздер тыйып сіздер үшін таңдап алдық. Қошеметтеріңіз. Только не вернем,
жас шақтарыңызды еске алдыңыздар ма? Рахмет, сіздер. Рахмет. Енді жаңа айтып жатырмын ғой, негізі бұрын біздер топтардың аттары мынандай болатын да, Музарт мысалға, Арнау, сосын Егіз лебіз деген топтар болатын аты. Енді қазіргі жастар кішкене талғамы жоғары, заман кішкене жастардың елегінде, сондықтан қазіргі шығатын топтың аты негізі Cool Ones деп аталады. Номер 1. Енді осы топты өздері құрып, ағай осындай 5 қыз болып топ құрып, осындай өлең айтсақ қайтеді деп бұрын осы жыл өткен жылы бұрын айтқан. Қазір енді былай айтса мектебіміздің концертінің гүлдеріне айналып бара жатыр. Енді қазір ортаға мен осы Cool Ones тобын шақырайын, әрине сіздердің қошеметтеріңізге. Cool Ones деген біздің осы топ. Енді келесі қазір бізде 4-ші бөлім ана мен бала бөліміне келдік. Нағыз біздің маңызды бөліміміз. Осы барша қазір қарап отырсам көбісі әйел адамдар екен, аналарымыз екен. Негізі шынымен де жаулығын шүберекке түйіп, баласын әрқашан қолдап отыратын ең бірінші біздің аналарымыз ғой. Осы жерден ақ көрініп тұр. Аман жүріңіздер, аман болыңыздар аналар. Осы әнге мен балдардан фото сұрағам негізі. Балдар бір фото сурет жіберіңіздер. Бірақ бір шарт бар.
аналарыңызды құшақтап, сөйтіп тұрған фотоларыңызды жіберіңіздер. Алыстан тұрған фотоларыңызды жібермеңіздер дедім. Сосын бәрі әлі группадан жазып жатыр, балдар жазып жатыр. Ағай, ондай фото жоқ екен, ағай, ондай фото жоқ екен деп. Сосын мен айтам, қалайша бұл? Сенің өмірдегі ең жақын адамың, сенің өмірдегі ең жанашыр адамың, ол ана ғой, баласын уайымдап отырады әрқашан. Сапарға шықса да, давайте мамаларыңмен құшақтасыңдар, бетінен сүйіңдер, фотоны жіберіңдер, қалай солай деп әйтеуір фотомызды алдық. Енді келесі бөліміміз дәл осындай ана мен бала бөлімі. Қазір біздің Нұрдәулетіміздің орындауында Анашым әнін қабыл алыңыздар. Қайырлы саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, құрметті мектеп өкілдері, құрметті қонақтар. Сіздерге арнап осы ана мен бала бөлімінде осы Анашым атты өлеңді орындағым келіп тұр. Сол үшін қабыл алыңыздар. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам жабынарым, Анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдында ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылайды, көңілі отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыртылайды, көңілі отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарынмын, қияға шырқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсең, алдында ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылғайды, көңілім отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыртылғайды, көңілі отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Шет жүрсем сағынарым, жабықсам жабынарым, Анашым бір өзіңсің табынарым. Бірге Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыртылғайды, көңілің отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыртылғайды, көңілің отаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Осындай алғыс күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Және де көктемнің алғашқы күні, осылай көктемнің алғашқы күнінде, алғашқы күні менің анамның туылған күні. Сол үшін сізді құттықтаймын, мама. Сіз жақсы көремін, сізге көп рахмет. Алғыс күнінде сізге алғысым жеткізгім келеді, алғысым шексіз. Нұрдәулет, рахмет. Рахмет баршаңызға. Бұл жерде аналарымызға арнап жатыр екенбіз әнді. Енді менің бұл жерде қос анам келіп отыр, өзімнің прожектор түсіріп жүр. Тұрып қойыңыздар, мама. Димаш менің мамам мынау ғой. Ай, Димаш, бұнда менің мамам. Анау атамыз.
иә енді жалпы былай енді бойың кімге тартқан деген сұрақ болмайтын шығар енді деп ойлап тұрмын. Рахмет. Енді осы жерде өзімнің аналарыма және барша аналарға арналған ана әнімді менің атымнан қабыл алыңыздар. Батаңды қабыл алып сахнаға шықтым ана, сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Я мама, әр сөзің алтыннан бағалы бар мәні, біз үшін жаныңды арнадың, бәрі де сенің арқаң ана жан, ана жан. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы киіп жүр бала. Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында, туғанның арқасында бақыт қонды басыма, мен үшін өмір бөлек байлығымсың расында. Ана жан, ешқашан қамдарымнан кем қылмадың, жаныма жеке беріп нұр сыйладың. Жанашыр ана жан, ана жалғыз ғана жарығымды сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы киіп жүр бала. Жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы киіп жүр бала. Біріншіден осындай мүмкіндік сыйлаған менің оқушыларым қасымда әрқашан жүреді, ағай деп келеді, сабақтарына барады, сабақтарына да үздік, өнерде де үздік, екі жақты қатар алып жүреді. Осы оқушыларыма рахметімді айтамын. Негізі әр адамның бір өзінің жанының қалауы бар. Басқа бір істен бөлек, басқа істің қалауы бар негізі. Осы оқушыларымыз сабаққа таңертең келіп, сабағын оқиды. Оқығаннан кейін өздері осылай келіп, осы жерге өлең айтып, дайындалып, жаңағы шаршағандарын басып, осындай содан жақсы әндер шығады бізде. Рахмет сіздерге оқушыларым. Осылай Назарбаев зияткерлік мектебіне көп рахмет. Біздің осындай мына жерде ата-аналарға көп рахмет. Поддержка беріп жатыр, қолдап жатыр ата-аналар. Сіздерге де көп рахмет.
Енді осымен бүгінгі шарамыз қысқа болып қалған жоқ па? Жақсы ма? Бүгінгі шарамыз осымен тамам. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахметімді айтамын, құрметті ата-аналар. Иван Подорович, ортаға келіңіз. Иә, әріптестер, қымбатты ата-аналар, бүгін кереметтей осындай концерт болды. Райымбек әріптесімізге үлкен алғыс айтамыз. Мектеп ұжымы атынан, мектеп әкімшілігі атынан. Кішкене болса да бізге осындай қуанышты эмоциялар мен бақытты сәттерді сыйлаған үшін. Райымбек, саған алғыс. Балалар, рахмет сіздерге. Рахмет аға, көп рахмет. Алғыс айту күнінде баршаңызға алғысым шексіз. Мына жерде менің Тамара Муканна, тұрып қойыңыз. Тұрып қойыңыз сен. Тамара Муканна, менің ұстазым университетте, мен қазір не істеп жатырмын, соның бәрін үйреткен осы кісі. Сізге рахмет көп. Менің апайым, ұстазым, әрі кураторым, сізге рахмет көп. Рахмет, енді осымен шарамыз бітті. Ары қарай оқушыларымыз бен ата-аналарымыз суретке түсейік бірігіп. Мына жерде хордың балдарының ата-аналары бар. Ағай, сіз де келіңіздер, жоқ тұра болма, сіз де келіңіз. Ортаға суретке түсейік. Ау, мынау менің әйелім айтпақшы. Таныс қойып. Енді бірдеңе бар ма? Жақсы. Айтып қоймайсыңдар ма, алдына ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін енді өте керемет кештің көзайым көрермені болып жатырмыз. Шынымен де талай еңбекті, талай күнгі дайындықты ақтаған өте жоғарғы дәрежедегі кеш болды деп айта аламын. Осындай дәрежеге жеткізген хор оқушыларына және ұстазына алғысымыз шексіз. Тек өнерлерің өрге жүзіп, биіктерден көріне беріңдер дегіміз келеді. Осы біздің қолдау ретінде өзіміздің дайындап келген адресатымыз бар еді. Соны оқып табыстап жіберсек. Жайдарлы көктемнің шуақты күнінде болып жатқан алғашқы шығармашылық кештің өтуімен құттықтаймыз. Ел ертеңі болып табылатын әр шаңырақтың үміт күткен ұл-қыздарының бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, оларды тұлға етіп қалыптастыру жолындағы еңбегіңіз тек биіктерден көрсетсін. Ел ертеңі болып табылатын осы ұландарды білімділігіңіз бен біліктілігіңіздің арқасында осындай дәрежеге жеткізіп, таланттарын аша білу жолындағы еңбегіңіз орасан зор екені сөзсіз. Осы жауапкершілігі мол, қиындығы мен қызығы қатар жүретін еңбек жолыңызда сынбай, сыналмай, ұстаз деген есімді абыроймен атқарып, беделіңіз арта берсін. Отбасы деген мектептің ұлы ұстазы, ұл қызының ең биік қорғанышы. Жанұямен жұмысты қатар алған, еленсінші еңбегін ел тыңдаған. Кірлемесін қолыңдағы ақпарағың, ұстаздық жолындағы әр қадамың. Үйретуден балаға еш жалықпа, жарқырасын хордағы таланттарың. Жолында бұл өнердің шыңдала бер, шәкірттерің көп болсын алға озған. Жарқырай бер, жана бер, өркендей бер, әр қашанда табыламыз жаныңнан. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, мына тұрған балалар сіздердің балаларыңыз ғой енді. Сол балалардың қазір өнерін көріп тамашалап келіп жатырған мен Райымбектің ұстазымын, қазір ғана айтып кетті ғой. Менің еңбегімнің желісін көріп жатырмын деп ойлаймын қазір. Еңбегімнің нәтижесі Райымбек университетте оқып жүргенде биші әнші ретінде танылған.
бүгін оның хор жетекшісі ретінде бірінші рет көріп жатырмыз. Жұмыс енді басталып жатыр. Бұл жақында ғана келді. Ары қарай ұшталасын деп ойлаймын. Ары қарай мына алдында тұрған оқушылардың сияқты оқушыларды музыка деген өнерге тәрбиелеп, әндеріңмен әлі талай халықты тамсандырады деп ойлаймын. Маған бүгінгі атмосфера өте қатты ұнады, құрметті ата-аналар. Бір үйдің баласындай жұмылған мына коллектив. Директорымыз да кетіп қалған екен, Ералы Қыдырбайұлы. Бұл жерде бір жақсы, жылы қарым-қатынас бар екен. Бала мен ұстаз арасында еркіндік бар. Бір жақсы затқа деген құштарлық бар. Өнерге деген ұмтылыс, қызығушылық бар. Мен соны көріп, қазір марқайып тұрмын. Соның бір шетінде жүрген мен баламның еңбегіне ары қарай табыс тілеймін. Ары қарай өселер. Мына жерде КВН-нің жетекшісі болған Арман Нұғманов деген азамат, ол да менің студентім. Арманды көріп тұрған жоқпын, бірақ балаларының мына жерге шыққандағы несін өнерін көріп жатырмын. Ары қарай өседі, өзі КВН-да жүрген бала, бұрын университетте жүргенде. Өте жақсы. Мен қазір 35, мына университетте жасаған 36 жыл жұмыс жасап жатырмын. Соның ішінде мақалаларымның жинағы шыққан, соны саған беріп жатырмын. Ұстаз тек қана ән салып қоймайды. Ұстаз қазіргі заманға сай зерттеуші ретінде де танылу керек. Сондықтан саған беріп жатырған еңбегім. Мынаның ішінде, мынау музыка әлемі деген журналдың ішінде сенің суреттерің көп. Көп рахмет. Ағай, сізді мен таба алмайтын жағдайда көзбен іздеп келіңізші ортаға. Ассалаумағалейкум ағай. Бұл менің алғашқы университет бітіргеннен кейінгі алғашқы менің басшым Ербол Ермекұлы деген. Ұстаздық жолға тәрбиелеген ең алғашқы осы кісі, мектептің айналасындағы. Рахмет, қош келдіңіз ағай. Қуанып тұрмын сізді көріп. Шынымен таба алмайтын. Райымбек бауырым, біріншіден қуаныштымын. Мына бүгін әдемі күнде, алғыс айту күнде ата-аналарға бір әдемі көңілін сыйлап жатсың. Енді Райымбек бауырымыз өте алғыр, тез айтқан қабылда болатын азамат. Болар бала кішкентай кезінен дейді ғой. Мынау сосын өсетін далға суы керек дейді ғой. Сол сияқты кіргеннен өзінің қағылез, алғыр, жан-жақты азамат екен көрсете білді. Мен өзім мақтанам, осындай азамат өсіп жетілуіне атсалысқаныма. Ата-анасын танимын. Аман жүріңіз. Сіз бақытты анасыз, өйткені осындай елдің алдында жүрген, балалар сыйлайтын ұлыңыз бар. Келінді көріп жатырмыз. Әрқашанда бақыттанып жүре беріңіз. Енді бұл мектепке мен бөтен емеспін. Осы кеше ғана осында бір мектептің түлегі, яғни менің ұлым, сіздердің оқушыларыңыз осы 12-ші сынып бітіріп, қазір КПТУ-да оқып жатыр. Алдың қатарлы студент. Сондықтан бұл үлкен білім ордасы. Әрқашанда мықты балалар шығады. Осындай планканы жоғары көтеріп тастағансыздар білім саласында. Сол алтын құрсақты деген сияқты талай түлек шыққан шаңырақ биіктерден көріне берсін. Біз сіздермен әрқашанда бой түзеп жүре берейік. Тағы да мереке құтты болсын. Ал Райымбек бауырым, мынау дұрыс оғын. Класс күнін. Ағайларыңызбен мақтаныңыздар. Рахмет. Рахмет еңбегіңізге, көп рахмет. Ал, болған сияқты енді ағай, балдар суретке түсейік, ата-аналар болса келе қойсыңдар. Көп рахмет ата-аналар. Келесі концертте жолыққанша сау болыңыздар. Балдар, тұрамыз, кетіп қалмайық, фотоға түсіп алайық.